Достар, бүгін біз мысықтардың түрлерімен танысамыз. Мысықтардың түрлері өте көп. Достар, ал ендеше біз бастаймыз. Бұл үй мысығы. Үй мысығы адамдармен бірге өмір сүретін үй жануары. Ол өте таза, ойыншыл және сүйкімді. Мысықтар мяулап сөйлеседі, тырнағын қайрайды және күннің астында жатып ұйықтағанды жақсы көреді. Мысықтардың көздері қараңғыда жақсы көреді. Ал бұл парсы мысық. Парсы мысығы ең әдемі және танымал мысықтардың бірі. Оның жүні ұзын, әрі жұмсақ, ал беті жалпақ болып келеді. Бұл мысық өте тыныш, байсалды, әрі ұйықтағанды жақсы көреді. Парсы мысығының жүні күнделікті тарауды қажет етеді. Ол қатты шумен артық қимылды ұнатпайды. Олар иесіне өте бауырмал және тату. Бұл сфинкс мысығы. Ол ерекше мысық. Оның жүні мүлде жоқ. Сондықтан оның терісі өте жылы. Сфинкс өте мейірімді, адамдарды жақсы көреді және үнемі құшақтасып жүргенді ұнатады. Бұл мысық өте ақылды, иесін тез таниды. Ал бұл мейн-кун мысығы. Бұл мысықтардың алып түрі. Оның денесі ірі, жүні қалың әрі үлпілдек болады. Бірақ түріне қарамастан, мінезі өте жайлы және мейірімді. Мейн-кун мысықтардың ең үлкен тұқымы. Бұл мысық судан қорықпайды. Ал бұл шотланд мысығы. Бұл мысықтың құлағы бүгіліп тұрған ерекше мысық. Ол өте сүйкімді. Ол тыныш және адамдармен тату өмір сүреді. Жүні жұмсақ, көзі үлкен, әрі аңқау көрінеді. Шотланд мысықтары қасында адам болғанды жақсы көреді. Оның құлағының бүгіліп тұруы ерекше белгісі. Көбінесе ақ, сұр немесе көк, сұр түстерде болады. Достар, бүгін біз ерекше мысықтармен таныстық. Мысықтардың түрі көп екен. Мысықтар біздің досымыз. Олар мейірімді, сүйкімді және көңілімізді көтереді. Достар, ең бастысы арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Томи ТВ арнасында келесі кездескенше сау болыңыздар.